Бәріне сәлем достар, бүгін бізде өте қызық керемет логикалық сұрақтар. Видеоны бастамас бұрын лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Номер 1 сұрақ. Адам өлтірушілер сені өлтірмекші. Бірақ сен үйге тығылып полицияға звондап мән-жайды айтқаннан кейін 10 минут өткен соң келетінін айтты. Біраз уақыт өткен соң бір емес 3 полиция келді. Оның екеуі адам өлтірушілер. Егер сен қате есікті таңдайтын болсаң, сені өлтіруі мүмкін. Қай есікті таңдайсың? Дұрыс жауабы үшінші есікті таңдау қажет. Номер 2 сұрақ. Дүкенде 3 ұрлық орын алған болатын. Әр қайсысы әр айда болған еді. Детектив келіп дүкенге түсірілген видеоларға қарап кімнің ұры екенін тапты. Кім ұры? Дұрыс жауабы жүкті әйел. Номер 3 сұрақ. Эколог болып жұмыс істейтін Арман ауылға келгенде өзендегі тіршілікті бәрі өліп кетіпті. Соның кесірінен Арман түрмеге түсті. Бірақ ол түрмеден қашпақшы еді. Оған түрмеден қашатын 3 мүмкіндік бар. Біріншісі терезе арқылы, екіншісі жерді қазып жыланға тап болу арқылы, үшіншісі өзенге бет алып акулаға тап болу арқылы. Қай жолды таңдаған дұрыс? Дұрыс жауабы 3 жол. Себебі өзендегі тіршіліктің бәрі өліп қалған. Номер 4 сұрақ. Арманды тағы ұстап алып түрмеге жапты. Оған тамақ, су мүлде бермеді. Егер ол түрмеден қашпаса өлетін еді. Бірақ ол бір тесікті байқады. Және ода күрек бар еді. Ол түрмеден қалай қашты? Дұрыс жауабы жерді қазып топырақ үйіндісін істеу арқылы қашты. Ал енді видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. お前はもう死んでいる。何?